Сәлеметсіздер ме, балалар? Мен сендерге жұмбақ жасырғым келіп тұр. Қойным толы жеміске, көк майсалы егіске, көбелек қуып ойнайтын қай мезгіл деп ойлайсың? Жаз мезгілі. Дұрыс айтасыңдар. Мен жаздым. Балалар, жаз мезгілінде қандай өзгерістер болады? Жарайсыңдар. Олай болса, балалар, мен сендерді орманға саяхатқа шақырамын. Орманға саяхатқа автобуспен барамыз. Автобусқа отырдық, оңға қарадық, солға қарадық. Жүргізуші алға деп жүріп кеттік қуанып. Балалар, орманға кірмес бұрын орман ережесімен танысып алайық. Орманда от жағуға болмайды. Құстың ұясын бұзуға болмайды. Ағаш сындыруға болмайды. Міне бізде бірінші аялдамаға жеттік. Жарайсыңдар, балалар, шаршаған боларсыңдар. Олай болса, көзімізді демалтып алайық. Балалар, тыңдандаршы, орман дыбыстары қандай керемет. Ендеше, сол дыбыстарды тауып көрейікші. Ағаш сыбдыры. У-у-у. 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 Қасқырдың ұлуы. Ара дыбысы. Қоныс. Жарайсыңдар, балалар. Саяхатымызды әрі қарай жалғастырайық. Келесі аялдама қандай екен?
Ал балалар, енді бойымызды бір сергітіп алайық. Балалар, қараңдаршы, қандай керемет ағаштар. Ағаштар әртүрлі, биік, аласа. Жерді қараңдаршы, нелер шашылып жатыр. Жарайсыңдар, бүрлер шашылып жатыр. Олай болса, қолымызға жаттығу жасап алайық. Бас бармақ әкем, балан үйрек анам, ортан терек ағам, шылдыр шүмек әпкем, кішкентай бөбек мен. Қандай керемет! Балалар, көбелектің тістері қандай? Жарайсыңдар балалар, көбелектің тістерін дұрыс таптыңдар. Балалар, бүгін біз қайда саяхатқа бардық? Дұрыс айтасыңдар. Біз орманда не көрдік? Балалар, сендерге саяхат ұнады ма? Иә, маған да ұнады. Келесі саяхатта кездескенше.